Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Тұрсынай. Бүгін сіздермен үгілмелі қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, үй жағдайында кез келген адам жасай алады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен ұнымыздың үстіне бір шай қасық тұзымызды саламыз. Оның үстіне қоңыр салқындау суымызды құямыз. Су тым қатты, ыстық та, суық та болмау қажет. Орташа температурада елеп алатын боламыз. Самсаның тестосын қолға жабыспайтындай етіп илейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай қылып жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Жұмсақ қамыр болғанша илеп, бетін пешевоймен жауып қоямыз. Мінекей арада шамамен 10 минуттай өтті. Қамырымызды мен екі бөлікке бөліп алдым. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жайған кезде жұқалау етіп жаятын боламыз. Мен ылғи да осы рецептпен жасағанды жөн көремін. Себебі маған осылай ыңғайлы, әрі дәмі де ерекше шығатын болғандықтан осы тәсілмен жасаймын. Мінекей видеода көргендеріңіздей ерітілген сармайымызды тестоның үстіне жағып шығып, барлығын бірдей орап шықтым. Орап алғаннан кейін слоеный болу үшін осылайынан айналдырып аламын. Морозильникте шамамен 2 сағаттай қойып қоямыз. Тестомыз қатқанша тұру қажет. Қатты тым жұмсақ болып кетпеу қажет, себебі майы еріп дұрыс қамыр жайылмайтын болады. Сәл ғана қаттылау болуы қажет. Барлығын бірдей размерде кесіп видеодай басып шығамыз. Әркімге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Самсаның тестосын жасап қойып, морозильникте қатырып қойсаңыздар, кез келген асыққан уақытта дайын бола қалады. Самсаның тестосын бірнеше күн бойы қатырып қойсаңыздар да болады. Бүлінбейді. Қажет кезде шетінен алып дайындай берсеңіздер де болады. Ал енді біз самсаның салмасын дайындайтын боламыз. Бізге фарш, жуа, тұз, бұрыш дәміне қарай салып, жақсылап араластырып аламыз. Жуасы барынша көп болғаны жақсы, сонда дәмі де ерекше болып шығады. Барлығына белгілі деп ойлаймын, мен ең алғашқы түрін осылай шүбіршті етіп жасайтын боламын. Самсаның начинкасын жасап болғаннан кейін, морозильниктен біз 2 сағаттай қамырымызды салып қойдық. Енді самсаның формасын дайындайтын боламыз. Мен қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Енді таразының көмегімен осылай 50 грамнан өлшеп алсаңыздар болады. Егер сіздерде таразы болмаса, көз мөлшерімен кесіп жасасаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан мен осылай жасадым. Енді қамырымызды жайып, орташа көлемде жайып аламыз, жұқалау етіп. Арасына салмамызды салып, әдемі етіп түйіп аламыз. Осылайша барлығын самсаның формасын жасап түйіп шығамыз. Самсаларымыз қытырлы, қатпарлы, үгілмелі, қызарып күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Самсаның қызарып әдемі болып пісу үшін бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін бетіне кунжут себетін боламыз. Осылайша әдемі көрінеді. Осылайша бәрін кисточкамен жабып шығамыз барлығын. Самсаны қызып тұрған пеште алдын ала 200 градусқа шамамен 40-45 минутта пісіреміз. Беті қызарғаннан кейін бірден ала берсеңіздер болады. Мен көбіне уақытқа қарамаймын. Мінекей самсамыз күшті болып шықты. Өте қатпарлы, жұмсақ, үгілмелі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің каналым ұнаса, міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қоссаңыздар, өте қуанышты боламын.